Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін міне менің каналымда, студияда, жұмыс кабинетімде өзімнің кешегі видеода көрсеткен жаңағы өзімнің әскер қатарындағы досым, содан бері міне бірге жүрміз. Енді орысша Сұлужақ дейміз ғой, Сұлужақ дейміз, бірақ екеуміз сол жылдан бері, қанша жылдан бері жолдас болып жүрміз. Бұл негізі Ағзамбек дегеніміз ардагер адам, кезіндегі тіркелмеген Алаш партиясының мүшелері, кезіндегі Арон Атабек марқұмның оң қолы болған, ол әңгіменің бәрін өзі айтып береді. Жалпы мен бұл Ағзамбек туралы өзімнің алғашқы кітабымда жазған едім. Содан бір үзінді оқып берейін. Желтоқсан оқиғасын айтып берген Ағзамбек. Соны жаза келе мен соңында былай деп жазған екенмін. Міне желтоқсанның оқиғасы осылай болған. Сары Өзек гарнизонында әскер қатарында жүргенімізде мені осы Ағзамбекті және де қазіргі парламент депутаты болып жүрген Бах Афганец деген лақап аты бар ауған соғысының ардагері, мен көрген соғыс атты кітаптың авторы, дұшманның құлағын кесіп алған Бақытбек үшеумізді солдаттардың арасындағы ұлтаралық қақтығыстарға қатысқаным үшін абақтыға қамағанда танысқан едік. Бақытбекті ауғанға жөнелтті, мені әкеміз алып қалды. Ағзамбек 7 жыл қуғында жүріп, желтоқсан көтерілісінен бір-ақ шықты. Ағзамбек те, Бақытбек те қазақтың есесін еш жібермейтін нағыз ұлтшыл азаматтар. Яғни ұлтжанды емес, ұлтшыл азаматтар. Енді менің осы күндерде менің қасымда жаңағы қазақтың тілі үшін жаңағы талай рет абақтыға қамалып, талай рет сотталып жүрген Диас Құзайырұлы Малайсарының ұрпағы жүр. Анау Маңғыстауда Адай Моңалдан тараған Балтабай деген бауырымыз іздеп берген осы Өскеменге. Ол анау Кавказ халқына қарсы өзеннің халқын көтеріп, спецназдың командирімен жекпе-жекке шығып, жаңағы 2 рет құлатып, 3-ші рет талдырып, жаңағы түрмеге түсіп, содан Рыжи Алмазбен бірге отырып, кейін мына Жармақан Тұянбаев құтқарып жіберген. Ол жөнінде айтылған. Міне осындай азаматтар менің қасымда, нағыз ұлтшыл азаматтар. Біз өзімізді ешқашанда ұлтжанды деп айтпаймыз, біз ұлтшыл деп айтамыз. Міне солардың бірі Ағзамбек менің досым, Байжігіт руынан, Қабанбайдың руынан шыққан тегі. Соның ішінде Батадарған Сайболат деген атада тарайды. Міне енді осы Ағзамбектен бүгін сол желтоқсан оқиғасы жөнінде, кейін қаңтар оқиғасы жөнінде 2 сұхбат алайық дедік. Ағзамбек енді бұл талай абақтыда отырып, 2 қолын артына ұстап, ары-бері теңселіп жүріп әңгіме айтатын азамат. Сондықтан ана журналистер шақырғанда, отырғызып қойғанда сөйлеймей қалады екен. Сондықтан Ағзамбек орнынан тұрып, ары-бері жүріп сөйлей бер, халық көрсін, халық білсін. Біз сияқтылар ешқашан өзін жарнама жасамайды, сен айтқандай. Бізді білетін адамдар біледі. Сондықтан Ағзамбек, сізге сұрақ, мынау желтоқсан оқиғасы жөнінде айтып берсең, кейін Арон Атабекпен қалай таныстыңдар, Алаш партиясы жөнінде. Енді мен Алаш Тұран деген өзімнің жаңағы ұраным бар. Сол Алаш Тұран идеясымен жүрген азаматпын. Және де Алаш Тұран тіпті қоғамдық қозғалыс құрайық, не болмаса қоғамдық қор құрайық деп жүрген азаматпын. Сондықтан Алаш деген бізге қасиетті атақ. Сол Алаштың арыстарының бірі, қазіргі заманның арыстарының бірі осы Ағзамбек болады, Сыдықұлы. Сондықтан осы желтоқсан туралы Ағзамбектен сұрайық деп отырмыз. Соны айтып берсең, Ағзамбек, орныңнан тұрып сөйлеуге болады, өзің еркін сөйлей береді. Екеуміз ғана отырмыз ғой. Қалай бастаймын желтоқсанды? Желтоқсан уақытында мен өзі Алматыға басқа қазақтар секілді чемоданмен, жүгіммен келмегенмін. Мен тағдыр тәлкегіммен келмегенмін Алматыға. Алматыға пойызда отырмын, үстімде бір футболка, қолында газет, билетім де жоқ. Тағдыр тәлкегімен Алматыға келдім. 85 жылы, 86-да желтоқсан оқиғасы болды. Желтоқсан оқиғасында ол бір адамның басынан өтті, қалай барған туралы. Біздікі де сол секілді АДК-ның жатақханасында болып, сол жерден шықтық бәріміз. Тура Абай көшесінде автобус тоқтатып, тиеліп алып, бәріміз сол желтоқсан алаңға, площадьқа, Брежнев алаңына қарай ағылдық, толған автобус. Сол бірінші болған күні басында енді күндізі бардық, ары-бері ұсақ-түйек айғай-шумдар болды, бәрі қырғынның бәрі кешке таман болды. Менің қасымда 2 адам жүрді, как телохранительдерім секілді, екеуі күзетшім секілді. Өйткені олар мен өз алдында не бір 7 жыл өзі
қашуда жүрген адам болғанмын совет үкіметінде. Екеуі сол ұсталып қаласың бүйтесің деп екеуі жібермей жүрді. Ол қырғын басталғанда екеуінен айырылдым да бостандыққа шықтым. Сен қазіргі айтқан бекарда жүргенсің ғой сен ол кезде. Дұрыс, айта бер. Бостандыққа шыққандай болдым. Мен өзі бір андай өзімді өзім ұстай алмайтын. Өлім ұрып жатыр ма, соғып жатыр ма, өлтірем деп жатыр ма, тепкіледі ме, талдырып тастады ма, қайтадан тұрып, қайтадан шабуыл жасайтын. Сол бірінші басталғанда енді менің үстімде куәлар, желтоқсан куәларым қанша жыл өтті қазір өзі. Мүмкін естеріңе түсетін шығар. Менің үстімде сар куртка болған, иығы мынадай. Иығы мынадай. Енді денелі қып көрсететін. Басында каска болған. Каска. Солдаттардан тартып алған. Касканың ішінде ақ шарпы болған, ұзын, тартып алған. Ол былай да былай, ол бір көрген адам ол есіне түсіру керек. Қолында ауырдау, ұзын тал. Шоқпар секілді тал болған. Осы шоқпармен бәрін қырып тастайын ба деп, содан осы шоқпармен басталды қырғынның бәрі. Бірінші сол есінде қалғаны трибунада, тура трибуна ұзын ғой. Біреу шығып, бір орыс енді алыстан көрініп тұр енді. Денелісі, денел адам. Тура ортасында, басында бірталай адам тұрған, тасы лақтырғаннан қашып кетті де, анау қашпай қойды. Тура ортасында тұр, шығып, қолын көтеріп, былай жұдырығын түйіп бізге қарай, бетет тасы лақтырсаң, отыра қалады да жоқ болып кетеді. Отыра қалады да жоқ болып кетеді. Бүкіл халық көріп тұр. Не істеймін, маған осыны құрту керек болды. Қалай құрту? Көп ойланған жоқпын. Жүгіргеннен жүгіріп отырып келіп, трибунаға артымда беріп тұрдым. Анау неменен бар? Ол маңайдағы солдаттар көрді ма, көрмеді ма, ұстай ма, ұстамай ма, ойымда жоқ. Ол қалай өтіп кетті ма солдаттардың арасынан? Қалай өтіп кетті өзім білмеймін. Артынан айланып келіп, жаңағы жұдырығын түйіп тұрған офицер, ол білмеймін, званиясында қараңғыда көрінбейді. Уже кеш батқан кез ғой. Соны соғайын десем, тура шетінде басқа бір солдат тұр екен. Ол көрінбеген алдында. Бойы да алас екен, ол басын бітіп тұрған секілді болды. Анаған дейін өзі бір кем дегенде бір 7-8 метр. Ойланып көп тұрған жоқ. Енді оны соға алмайтынды да білдім де, ана солдатты соғайын деп, ана жаңағы ұзын тал шоқпар секілді ұзын, енді мықты енді қайыннан жасалған ба, ұзын сол жерден алған өзі бір, сындырып алған. Соны мен енді солдатты бастан соғайын деп көтеріп, басынан енді бүйтіп ұра бергенде, анау жалт қарады да ортада тұрған офицер. Осторожно деп айғай салды. Солдатқа тиді. Бірақ енді ол не болады ғойсың, енді соқты деген аты ғой. Содан қашып, жаңағы екі жақта қанша мыңдаған солдаттар тұр. Олардан қалай өтіп кеткенін де білмеймін. Одан енді не істерімізді білмей, былай жүгіріп шықтым, былайға жүгіріп шықтым, біреулер көтерді ма, бір нәрсе болды енді. Содан енді қырғын тағы басталды. Бір уақыттарда солдаттар дегеннің енді уралап, ол енді алдында болған, уралап атака жасады бізге. Кәдімгі кинолардан көріп жүрміз ғой, енді уралап кәдімгі. Жай қолында түк жоқ, мыңдаған адам, әйел, балашаған тұрғандар, әйелдер, енді жастар бар, атака жасап, немене істемеді. Арт жағында, площадьтардың арт жағында чұңқырлар көп болған, фонтанның чұңқырлары, енді қашады ғой халық болған, қолында түгі жоқ. Оралап алар қуат, қоршап алып, әне жерде чұңқырға құлаған 100 құлады ма, 200 құлады ма, жан жақтан қоршап алып, дубинкалармен, иттерімен ғабалаттырып, чыңғыртып тұрып, ұрып жатқанда не істеріңді білмейсің. Ары түлкі басы жоқ болып қашып та кете алмайсың. Жүгіріп отырып қашып келесің, 30-40 адам бір жерге. Ешкім басқарып жүрген жоқ, ешкім сөйлемейді, өң-түнсіз кеп, бір талдың түбіне кеп, жата кетесің,
біреу бір бұйрық беріп тұрғандай, кім бұйрық беріп тұр, оны білмейсің. Ешкім біреу жата кетеді, 30 адам бірақ жата кетеді. Мөлшер 30 қарап. Жата кетесің, кішкене тып-тыныш жым-жырт, айғай-шу, чыңғырған адамдар, чыңғырған дауыстар. Оны қарасаң, аз солдаттар кетіп бара жатады. Біреуді қуып кетіп бара жатады. 7-8 кетіп бара жатады. 10 шақты солдат кетіп бара жатады. Жаңағы адамдар тағы біреу бұйрық бергендей, біреу тұрады да артына жүгіреміз да, 7-8 солдатты артынан ұрып соғып, жаңағы 20-30 адам жоқ болып, тағы да жоқ болып, тағы бір жерге барып жата қаламыз. Сөйтіп жүргенде, бір білмеймін, енді адасып қалдым ба аналардың қасынан, бір 7-8 солдаттың ортасына түсіп қалдым енді. 7-8 солдаттың ортасына түстім енді. Тепкілеп жатыр ғой олар. Дубинкамен де соғып жатыр. Білмеймін, еш нәрсе болған жоқ секілді. Өйткені болмаса олардың аяғының астынан өтіп кетіп мен қалай қашам. Содан қаштым, алдынан шыға келдім, артымнан келіп мені ит құлатты. Ит құлатқанын білемін. Онан кейін мен білмеймін, талқаппын. Ана ақ үйге алып келгенін айтшы, ақ үйге. Ол Әзербайжан Мәмбетпен бірге болғаннан кейін болды ма, оған дейін болды ма? Ақ үйге алып келгенде. Әзербайжан Мәмбетпен ол мені былай болды о жағдай. Мені жаңа жерде ұстап алып келді де, алаңда ана солдаттардың бәрі тұр. Мыңдаған солдаттардың бәрі тұр. Менің қолымды қайырып ұстап әкеле жатыр. Мен есімді талып қалам. Есімді енді жинақтаған күн, тағы екі жақтан қайырған адамдар, енді ол офицерлер көрініп тұр енді киімдерінен. Мен тағы да іштен ұрып, аннан ұрып әкеле жатыр. Бірақ талған жоқ. Есімді естіп тұрмын. Солдаттардың айғайын естіп тұрмын. Бүкіл солдаттар студенты нам давайте деп айғайлап тұр. Мен де студент деп жүр ғой. Сен сөйтіп ойлап қалған студент деп. Енді бәрі тек ол бүкіл жер бетіне студенттер ғана шықты деп шығады ғой енді. Студенттерге саны көп болған, тез ұйымдаса студентті әкел. Одан қолымды қайырып әкелді де, УАЗик деген машина болады, УАЗиктерден арт жағын ашылады да, 1-2 адам мастарды кіргізіп жіберетін. Білеміз, арт жағын. Есігін ашық қалды. Талай отырдық қой жағын. Есігін ашық қалды. Артына кіргізді, біреу жатыр, біреу отыр. Мен өзі әрең сиям. Мен күшпен кіргізе салды, бүйтіп тура ортасына түстім де, мен де әрең бүйтіп отырмын. Артындағы отырған маған басын менің арқама нетіп, бір нәрсе айтып сөйтіп отыр. Мен алдындағы ол жатыр, басты өтіп жатыр, бүктетіліп жатыр ма? Ол тұр, былай отырсын, жанбайсың, жоқ, ол өліп қалған. Өліп қалған екен. Өліп қалған деді. Мен оны мәнде білген жоқпын. Одан кейін не істерімді білмей отырмын, оны былай етем, сыймайды. Аяғымды үстіне қойдым, әйтеуір отырдым ана жерде. Ол енді талай жүрді, өлген өліп болған. Кім екенін төрде көрінбейді. Қараңғыда бірақ ана қасында отырған адам айтты. Содан бір ровда қалып келді. Бұл қай ровда екенін де мен білмеймін. Кейін протоколдан шықты ғой. Алып келді, тағы да біреулер тұрғызып қойған екен. Бұлай тұрмыз, енді мен таза шындықты айтайын, мен өз құлағыммен естідім ол жерде. Қазақ 2 милициясы келіп, бізге қазір мына орыстар кеткенде қаш кетіңдер деді. Қаш кетіңдер деді. Сотрудниктер айтты. Кәдімгі сөйтіп сыбырлап, қаш кетіңдер, орыстар кетеді, қаш кетіңдер. Құлағым естіп тұр мен. Мен қаша алмадым ба, қашпадым ба білмеймін. Қалдым. Қалғандарын тағы бір жерге алып кетті. Одан жаңағы кісі екеуміз қалдық, басы қан, бетін бәрі қан. Мен де өмір бақи қолымнан да шыт кетпейтін. Сүртіп жүрдім. Ананың басын сүртіп, қазақша сөйлеп отырып, түрі онша көрінбейді, түгел қан. Одан отырып, тағы да бір уақытта бір топ милициялар кіріп келді де, аяғын бүйтіп созып отырған біреу кіріп келді де, ана кісінің аяғынан бір тепті. Ана кісі тұрды да бүйтіп қолында, я такой да такой, заслуженный артист деп бұлар. СССР бойынша депутат, Верховный Совет, коммунист, Әзербайжан Мәмбетпен деп айғай салды. Мен қарадым, таңғалдым, бұл қалай? Бұл енді анаған қатысқандар ылғи, бұзықтар, анаштер, ішіп алғандар, солмысың, мынау белгілер, 5-6 милиция бір-екеу жоқ болып кетті де, қайтадан келді де, тағы да топырлап, бүкіл милиция қаптап кетті анашыды. Олар да ұқпай қалды, суыттыр, бәрі скорый деп әкетті. Скорый деді де, одан мені де бөлек әкетті. Мен тағы да бір машинаға салып алды, қайда бара жатыр, оны білмеймін. Тек ана ішінде жабық машинамен әкеле жатыр. Тордан қарап қойын, 2 орыс әкеле жатты милиция. Дауыстар естіліп тұр. Мынау қалай, не болып кетті, жынды ма? Мен ертең баламды
оқуға жібермеймін, садикке апармаймын деп сөйтіп отыр енді. Дәл сол бірінші күні басталған күні. Одан алып келді де, мен қайда келген өзім білмеймін, алып келді де осы мына тысқа осы ақ үй дейміз ғой қазір, осы тысқа қонайып отырған үйге әкелді. Әкелді де олар түсіріп, мені өздері кірген жоқ, тағы да 3-4 милициялар түсті, ішінен басқа милициялар қабылдап алды мені. Қабылдап алды да алып келді де ішіне отырды, қолым артында, қайырып бүйтіп қойым артына. Содан тұрмыз, ешкім қарамайды. Ананың ішінде жүгірген үкімет адамдары, кезінде бір кинолар түскен есіме түседі. Тура сол секілді алақ-жұлақ етіп, 5-6 үкімет адам, 7-8 ана басқыштан шығады, бұлай жүгіріп өтеді, маған қарамайды. Қасымда бір 3-4 милиция тұрды қасымда. Шөлде өліп бара жатырмын. Су ішейін десем болмайды дейді. Алаш үндемей тұр. Мен де жым-жырт даладағы шумдар естіліп жатыр. Анандай жерде графинде су тұр екен. Мен тұрдым да жүгіре жөнелдім де, графиндегі суды мен шөлде өліп тұрмын, суды ішіп жатырмын. Ана арттағылар жұлып қалғанда графин жерге бұрқада түсті. Қысымды мәлімен тас ете түсті. Бір уақытта ана жақтан лифт ашылды да, бір 4-5 адам шықты ғой. 5 адам шыға келді. Жым-жырт бола қалды. Милициялар да алды, мені сүйреп алып келді. Қол тұрмын, осылай тұрды, біреу документ берді аналарға. Үндемейді. Ұшқан шыбынның дыбысы естілетіндей болып тұр. 4-5 үкімет адам, 5-еуі де қазақ. Тұрған 5-еуі де қазақ. Үндемеген жоқ, 4-еуі үндемеген жоқ. Біреуі ақырын сөйлеп тұрды. Қағазыма қарады, бұл Ағзамбек, Айқынбаев Ағзамбек. Каспийдің физматының 2-ші курс студенті. Қарап, не істеймін, тұр, үндемей тұрып қалды. Оның бір милиция ғана айтты, не істейміз, қайда апарамыз деп. Оны ақырын кәне студент, бір-екі сөз айтты маған сол. Студент екенсің ғой Ағзамбек. Айғай-шым жоқ, олар айғайламаған екен, мен айғайламай тұрмын. Біреу Камалиденді таныдың ба сен? Жоқ, өзі танымай, мен ол кезде жай қазақ болып жүрдім ғой. Әлі ешкімді танымай. Кейін білдің Камалиденді болған. Ешкімді білмеймін, бірақ жоқ, Робудаға апарғанда есінде қалды ғой. Нұрсұлтанды көрген жоқсың ба? Жоқ. Ол ешкімді танымаймын ол жерде. Қасында тұрғандарға да ол былай беттеріне қарау жоқ, ол білмеймін. Камалиденді де танымаймын. Содан Робудаға қайтадан мені алып келді. Апарыңдар енді, қайда апарамыз білмеймін. Қайтадан бір жерге алып келді де Робудаға. Одан сол жерде айтты, апардық, ЦК-ға апардық. Камалиденді деген сонда құлағымда қалды. Сол кісіге апарған екен ғой. Сұрақ сұрады, өздері бір серьезно, бір сөйтіп мықтабайды, үлкен кісіге апарғанда сол Камалиденовке апардық, сұрады сұрақ деп. Мен енді оның кім екенін де білмеймін, бірақ құлағымда қалды Камалиденов деген. Олар маған үкімет адамдар зекіген де жоқ. Қазақтар 4-5 тартып тұрды, шынын айтқанда мен. Жан ашып тұрды, е? Жан ашып тұрды. Ол енді көрініп тұр. Кәдімгі жан ашып тұрғаны көрініп тұр. Содан мені апарды да, мына Сейфуллина Ташкентскийде түрме болған. Түрмеге апарды. Өзі таң атып келе жатқан ба, сол уақыттарда. Ана жаңа ЦК-ға апарғанда оны мені организатор деп апарған. Енді анандай кісімен бірге болған, мен ол кісінің ондай атақты адам екенін білмеймін ғой. Оның түрмеге әкелді де, ол жерде де қазақтар таң қалдым, бұл қалай. Бәрі бастарын орап алған, қолдарын бұлай орап алған, бинтпен тартқан, түрменің астында жүрген. Дубақтар қалай қарады? Дубақтар, сол дубақтар сөйткен, бәрі көп, бәрі бүйтіп қарап, түгел қазақтар, көз бастарын, қолдарын ораған, беттерін еткен қан, бұлар қайдан жүріп қан болған білмеймін. Оқпай тұр, мен астында жүр олар, түрменің астында. Олардың бәрі сіздер, мұнда айғай жоқ, шум жоқ, боқтау жоқ, зеку жоқ, мұнда кіріңіздер де бәрі сіздер чешіндіріп қарап, сол жерде бізді кіргізіп, таң атып қалған, сол жерде 15-20-мізді бір камераға кіргізді де, бір көп өткен жоқ, бір уақытта тамақ бере бастады бізге. Одан кейін естеді, ол кезде түрмен басы қазақ болған екен, бұлардікі заңды шыққан тамақ беруге болады деп. Содан енді отырдым, бірінші күні келді, жаңағы есік ашылады, дубақтар машинаға отырғызып жібереді, жабық машинаға. Бір жерге апарады,
Оны қай жерде тергеу екенін- амалдарын жасаған ғой. Енді мен айта кетейін, анау Ағзамбектің үстінде анау Әзербайжан Мәмбеттің қаны болған, соны сараптамадан өткізіп, оған дейін баяғы біреуді өлтірген шығар деп, ана Қайрат Рысқұлбектің орнына бұны тығыз бермекші болған ба, Савицкийді өлтір деп. Бірақ кейін Әзербайжан Мәмбеттің қаны екені сараптама дәлелдеп, сонда сол мақала шықты ғой деймін Алматыда. Әзербайжан Мәмбеттің қаны Ағзамбекті құтқарып қалды деген, мысалы. Сол кезде жігіттер айтып отыратын, иә. Вот солай болып, бұл енді мен ойлаймын, сені осы іске куә болғандықтан сені ақырын ғана қоя берген. Сенің әлгі бекада жүргенің алдындағы делаң бәріне көз жұмып қоя берген болса керек. Мен айтайын, мен оны кейін ойлаймын. Мен алаңда немен істемедім, мен алаңда. Алаңда немен істемедім. Полицияның машинасын өртедік, таза өртедік. 5-6 адам жүріп өртедік. Военный машинаны ол өзі тастап қашып кеткен солдаттар. Артын ашып ішіне кірдік. Ішінен мынандай кілттер, үлкен орал машина, кілттер болды. Мен алған жоқпын. Менде өткен жаңа таяғым бар ғой. Таяқ ол бір атомный бомба секілді. Оны мен шоқ бар дейсің ғой, шоқ бар. 10 мың солдат тұрса да қорықпайтын секілді, қырып тастайтын секілді. Бір кілттер алды. Содан кейін ана армияда болған, білем, дымовой шашкелер. Дымовой шашкелер алды. Жігіттер алды, алды. Мен өткен өзім помнит қаруланған секілді, басында каска, ана таяғым бар. Мен олардың ешқайсысын неткен жоқпын. Алып ішін қопарып жүрміз, бір нәрселер табылады деп, біреулер андай қолға ұстайтын деп үлкен кілттерін алды, қасында жүргендер. Соны дымовой шашканы алды да, соны сол жерде площадьта лақтырды ғой. Балалар лақтырды, иә? Бар солдаттар. Ал енді қазақтың қыздары қалай көмектесті, соны айтшы. Енді ол кездерде мен дәл осы жерге келгенде жылағым кетті. Соны айтамын. Мен де кейде шыдамаймын. Бұл жерде енді шыны жүрді. Бұл жерде түгетпейді.